бухгалтерия деген загруженный, өзіне қарауға уақыты жоқ, отчеттан бас көтермейтін адам болып елестетеді да. Мен балам сол нянясын қатты жақсы көріп кетпей ме деген секілді. Сізде ондай болмады ма? Қызым, менде ақша жоқ, мен саған кейін айтып беремін. Мам, қалай ақша жоқ? Сіз де өзіңіздің анаңыздың айнасысыз ғой. Анам 28 жасында 3 баламен қалды. Негізі бухгалтер десек, үлкен апайлар, қатал кісілер елестейді ғой көбінесе. Тебе так повезло деймін да, мен 5 минуттан артық ренжи алмаймын деп. Күндердің күнде осы декретке миллионмен деген тема тоқтайды. Ол мүмкін емес. Мама тайм. Бізде Мама Тайм подкасты кезекті шығарылым. Бүгінгі қонағымыз кәсіби бухгалтер, салық кеңесшісі және 2 бірдей қыздың анасы Маржан ханым. Маржан ханым, қош келдіңіз. Көп рахмет, Лаура ханым. Маржан ханым, біздің осы Мама Тайм подкастының тұрақты көрермендеріне ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Көп рахмет, Лаура ханым, шақырғаныңызға рахмет. Менің есімім Маржан, жасым 31-де. Түркістан қаласында дүниеге келдім. Қазіргі таңда 2 қыздың анасымын. Жалпы біздің подкаст көбінесе аналарға, декреттегі аналарға арналған. Сондықтан міндетті түрде сізден қызық болады, себебі бізде қаржыгер, міне осы бухгалтер саласындағы жандар, олар ана образында қалай, декреттер қалай өтті. Енді сіз декретте болғаныңызға біраз уақыт болып кетті, қазір сіз жұмыс жасайсыз. Енді сол кезеңге оралайықшы. Декреттік кезеңіңіз қалай болды? Ең алғаш ана болу сезімі қалай өтті? Сол туралы кішігірім айтып өтіңізші. Тұрмысқа шыққан кезде мен жолдасыма бір нәрсені ғана айттым. Мен оқуымды жалғастырамын, мен жұмыс жасаймын. Балам туып жатып, қатар жандай жұмыс, мен өзімді жұмыста, кәсіпте көрем деп айттым. Жолдасым ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Оның айтқаны тек мен сені қолдаймын, алға, әрине білім алу керек, білімді шыңдау керек. Сол үшін мен сені тек қолдаймын деді. Және жолдасымның отбасы, менің ата-енем, қайнағаларым, абысындарым, олар қайта қуана қолдады. Мен 2015 жылы бітіре салып тұрмысқа шықтым сол жазда. Қыркүйекте оқу басталды магистратурада. Сөйтіп оқып жүріп, мен жүкті болдым бірінші курста. Магистратура 2 жылдыққа түстім мен. Бірінші жыл бітірген жылы, дәл сессияға бір апта қалған кезде мен бірінші қызымды босандым. Мен көмектесуге мамам келді, өзімнің мамам. Енді алғашқы немере, тұңғыш немере өзімнің мамам қарасуға келді. Әлі есімде бір 3 күн, мен роддомнан келгеннен кейін 3 күннен кейін мен бірінші емтиханым басталды ғой, жазғы сессия. Мен тез жүгіріп барам, сессиямды тапсырам, келем. Солай қызықты өтті. Жаз бойы сессияны аман-есен бітірдік. Жаз бойы қызыммен Астананың парктерінде серуендедік. Тез өтіп кетті. Сонымен 2-ші курсқа келген кезде менде уайым болды. Қалай жасаймын? Академ алам ба? Көбісі алып жатады, академический отпуск аламыз деп жатады. Бірақ жолдасым айтты, уайымдама, қорықпа, мен көмектесемін деді. Және де бір үлкен плюсы болғаны, оқу кешке болды. Кешкі 6-дан кешкі 9-ға дейін осы аралықта болды біздің сабақтар 2-ші курста. Ал мен өзім ниеттеніп, білімімді шыңдаймын, өзім тырысып оқығаннан кейін мен жай бару, келу, бармай қоя салу деген менде ондай ешқашан болмаған. Сондықтан мен оқуды қалай айтсам болады, тиянақты түрде барамын, өткізбеймін деп солай қатысатынмын. Жолдасым жұмыстан келеді, таңертең кетеді, кешке 6-та келеді, қызымды берем, университетке ұшам. Ол кезде университетпен біздің тұратын үйіміздің арасы қатты алыс емес тұғын. 10 минут, 10-15 минут тұғын. Сонымен кешке сабаққа барам, 9-ға дейін қатысам, ең соңғы сабаққа дейін қатысып, қайтып үйге келем. Солай менің үлкен қызым солай өсті. Қалай өскенде байқаған жоқпыз. Және де ең есте қалатын деп айтсам болады, сол бірінші декреттегі. 2-ші курс студенттері, магистранттар міндетті түрде шетелде тәжірибе өту керек. Университеттің тарапынан ол барлық
қалай айтсам болады, қаржылық жағынан барлық финансирование болады да университеттен. Бірақ менде уайым, қызым енді туылды, өзі 5 айлық, мен қалай барам деп мен өзім отказ бердім. Сонда маған жолдасым айтты, қалай сен, университет жіберіп жатыр, өздері бүкіл қаржыны бөліп жатыр. Мен айтамын, мен қалай кішкентай баламен барамын, 5 айлық әлі, емізулі кішкентай, ол жағын уайымдама, мен сенімен барамын деді. Мен қуана жаңағы деканатқа келдім, айттым, сен ол жақта айтады, ол обязательно условие, ол жақта бармау деген болмайды деді. Сонымен бүкіл документтерді тапсырып, Шенген визаға тапсырып, қызыма ең бірінші алғашқы куәлігін жасаттық 6 айында. Сонымен Европаға, Польшаға кеттік. Сен бүкіл группаластарым мен бірге бардық қой, мен ғана баламен, басқа отбасылар бар, енді отбасы құрған қыздар болды, бірақ олардың балалары үлкен болды. Менің ғана қызым кішкентай, сонымен жолдасым қасымда көмекші, о жақта Польшада Люблин деген қала бар, сол жақтағы университетте өттік біз стажировкамызды. Тура бірінші курстағыдай жаңағыдай, Еуразия ұлттық университетіндей сабақтан шығам, жолдасымнан алам, қызымды емізем, сөйтіп қайтып сабаққа барам, сөйтіп жүрдік. Қызыңыз қиындықтар болмады ма? Сонда күйеуіңізге көне беретін еді? Негізі мен 2 қызымда шүкір өте қалайтын болады, жуас, ұйықтай беретін, емізсең болды, сондай қыздар болды. Жандай құрбыларым да таңғалатын, саған тек туа беру керек деп өйткені. Сіз өзіңіз өйткені табиғатыңыздан андай тревожный емес, барынша бір салмақты. Мүмкін. Ол анасы қандай, баласы да расында да сондай әсер етеді дейді ғой. Мүмкін ол да болар, бірақ қыздарым расында көп ұйықтайтын, көп жыламайтын, сондай болды. Мүмкін енді мен қазір енді есіме қатты былай түспейтін шығар, бірақ жалпы мысалы қарындары тоқ па, жандай көп мазаны алмайтын. Сөйтіп жүріп мен жаңа Польшадағы стажировкамыз бітіп, ол жақтағы профессорлар, сіздерде әлі уақыт бар, Европада Шенген виза біраз елге мүмкіндік береді, басқа елдерге де баруға. Сонымен біз жолдасым екеуміз қайда барамыз? Давай Италия деймін. Мен Италия менің арманым деген кезде менің группаластарымыздың көңіліне қарап тұр. Олар бүкіл маршрутты сызып қойған ғой, Париж, Чехия, тағы басқа, Прага. Мен айтамын, бізге қарамаңдар. Біз тек қайтатын күні осы жерде жолығайық, бірге ұшып кетеміз. Бірақ біз өзіміздің бала тем более бар, біз өзіміздің маршрутымызды құрайық деп. Сөйтіп бүкіл группаластарым, олар Парижге барды, Чехия, басқа қалаларға барды, Австрияға барды. Біз жолдасым екеуміз тек Италияны таңдадық. Сонымен Римде 3 күн болдық, Флоренцияда 4 күн болдық. Как раз сол Флоренцияда жүргенде қызым 6 айға толды. Дәл сол күні бірінші тісі шықты. Сонымен қызымның жаңағындай қайтсам болады, бірінші қызымның декреттегі кезі, мысалы менің бірінші декретім өте қызықты өтті, және де магистратура оқып жүріп ана да болып үйрендім, алғашқы ана сезімін сезініп, бірінші тісі, жаңағыдай бірінші жүруі дегендей. Сонымен мен 2-ші курсты бітірген кезде, дипломды алған кезде, мен жаңағы награждениеға, марапаттау рәсіміне қызыммен келген болатынмын. Сонымен бір қолымда диплом, бір қолымда қызым. Сол кезде маған өзіме күшті бір мотивация, стимул болды, что ана, әйел адам, ол барлығын бірге қатар алып жүре алады екен. Ең басты ниеті түзу болса, амал әрекеттерін жасаса, және де өзінің жандай ішкі ынтасы, мотивациясы болса дегендей. Сонымен қызымды да аман-есен босанып, бір жасқа келдім, мен де магистратурамды аяқтап, бірінші декретім солай өткен болатын. Ал енді егер 2-ші декретімді айтатын болсам, мен 2-ші декретте халықаралық компанияда жұмыс жасадым. Астана қаласында General Electric деген. Сол жақтан мен 2-ші декретке шықтым. Бірақ мен 2-ші декретте ұзақ отқан жоқпын. 6 айға толған кезде қызым маған жаңағыдай басшылық хабарласып, өтінім тастады. Маржан ханым, бізге жұмысқа керексіз, жұмысқа шыға аласыз ба, мүмкіндік бар ма деп. Әрине басында қобалжу болды, қалай ол мен 6 айлық қызымды тастап кетемін деген. Бірақ ақылдаса келе сондай шешім қабылдадық. Көрейік, тәуекелге барайық деп. Сонымен тез арада жақсы бір няня таптым, бір жақсы апай кездестірді. Няня деп айтуға да бір ұялады екенмін. Апай деп айтайын, Гүлбану деген ханым өте сондай сыпайы, адамгершілігі мол, сондай
Астанада бір жанды кездестіріп, сол қызыма күндіз қарайтын. Мен арасында келіп, қызымды емізіп кетем, солай жүрдім. Ол да бір тәжірибе шығар деп ойлаймын. Андай сезім болмайтын беді, мысалға көп аналарда, жалпы басқа аналармен салыстырмалы түрде көп аналар няня не істеген кезде бір мүмкіндігі болып тұрса да, мысалға кейбір кісілер андай ой болады, мен балам сол нянясын қатты жақсы көріп кетпей ме деген секілді. Сізде ондай болмады ма? Сол кісіге бауыр басып, мен анасы, енді ол ана сол кездегі аналардың тревогалары болуы мүмкін. Сізде сол сәтте болды ма ондай ой? Негізі қазір мысалы есіме түсіп жатыр ғой, үлкен қызыммен мен полноценно 1 жас 4 айына дейін декретте отырдым. Қызымды 1 жас 4 айға толғанда ғана мен садикке бердім да, балабақшаға бердім. Сонда мен 1,5 жылға дейін, 1 жас 4 ай деген 1,5 жыл ғой, барлық вниманием, махаббатым, уақытымды, энергиямды сол қызыма арнадым. Біз бірдеңе жасап жатсам, соған жаңағындай көрсетіп атам, развивашки, неше түрлі карта сатып алам, ананы сатып алам. Қызыммен маған уақыт өткізу өте қызық болды. Расында мен жаңағыдай бір әдемі бір карта сатып алдым, Астана қаласына тауып алып. Ол жерде неше түрлі жануар бар, белгілі тұлғалар бар. Әдемі мысалы әлемге әйгілі мысалы ескерткіштер, соны көрсетемін. Қызым мынау қандай, ол жаңа 1,5 жасында біраз нәрсені білетін. Ерінбеймін, қолдан бірдеңе жасау. Екеуміз мысалы мен үйде бірдеңе пісіріп жатсам, оған беріп қоям, қамырды беріп қоям, печеньені беріп қоям, ол да жасайды. Барлық уақытымды пайдалы, тиімді қызыма арнадым. Екінші қызымда 6-7 айына ғана дейін сондай болды. Әрине бір чувство вины дейміз ғой бізде, ол болды менде арасында. Не үшін мен ерте шығып кеттім, отыра беруім керек пе еді үйде дегендей. Бірақ мен байқағаным, жұмыстан жаңағы аналарда бір белгілі уақытқа дейін жаңа емізетін болғаннан кейін 1,5 сағатқа дейін мені ерте босататын. Мысалы барлығы кешкі 6-да қайтсам, мен 4:30-да қайтатынмын жұмыста. Барлық жұмыстарымды бітіріп. Сонда мен келем, барлық жаңағы қалған уақытымды қызым ұйықтағанша качественно деп айтамыз ғой, качественное время дейтін. Нағыз қалған уақытымды қызыма пайдалы, уақытымызды пайдалы, тиімді өткізуге тырыстық. Солай компенсация жасадым десем де болатын шығар. Бірақ қызым 1,5-ға келген кезде кішкентай қызым жүрген жоқ. 1 жас 5 айында ғана жүрді ау деймін, мүмкін даже одан кеш. Сол кезде оған дейін әрине 1 жасында мен уже жүрмей жатыр, 1 жас 1 ай болды, 2 ай болды, уже уайым. Мен ойымдадым, мүмкін жаңағы апайымыз құлатып алды ма мен жоқ кезде. Мүмкін тағы бірдеңе, не үшін қызым жүрмей жатыр. Сосын какой-то момент бір чувство вины болмады емес, болды. Бірақ мен андай қалай айтсам болады, өзіммен бір жауапты өзімнен іздеп, өзіме үңіліп кету деген менде жоқ. Тез әрекет жасай бастадым. Астана қаласында ең мықты деген ортопедтерге бардым. 3-4 ортопедке. Олардың барлығы рентген жасады, баланы көрді. Барлығының жауабы бір. Баламен барлығы жақсы. Ешқандай патология жоқ. Баланың миында бір страх тұр, бір қорқыныш бар. Бала әртүрлі. Расында 5 саусақ бірдей емес дейміз ғой, әр баланың дамуы әртүрлі болады. Менің қызым мүмкін солай өзі асықпай жүргісі келген шығар. Сомен 1 жас 5 айдан асқаннан кейін ғана барып мен қызым жүрді. Қалай жүрді? Мен сразу садикке бердім, балабақшаға. Сөйтіп 2 қызым балабақшада, өзім жұмыста. Сөйтіп үлгеруге тырыстым жұмыспен. 2 декретім солай өтіп кетті. Сіз былай айтқан кезде қатты декретке де кіріп кетпей, өзіңіздің жұмысыңыз керемет жалғастыра білген екенсіз. Көп қыздарға да үлгі болады деп ойлаймын. Өйткені қыздар көбінесе қорқады ғой, жаңағыдай жұмысын істеп кетсем, балам былай жаңа сөзіңізде айтып өттіңіз ғой. Бәрін егер ниет болса, желание болса, қатар алып жүруге болады деп. Жалпы ана болып, міне осы 2 қызыңызда да ана болғаннан кейін өзіңіздің бойыңызға қандай құндылықтарды сіңдіріп алдыңыз, деп түйген немесе? Ең басты менің түйгенім осы күнге дейін
балаға сен мысалы былай жаса деп айта алмайсың егер сен оны өзің жасамасаң. Мысалы егер сен балаңа дұрыс тамақтану дейік, иә, басқа салауатты өмір салты, және де мысалы киіміңді орныңа жина деп үйретеміз, иә, кішкентай кезінен. Мысалы затыңа ұқыпты бол деп айта тұра, егер сен ондай әрекет жасамасаң, ол балаға сөзің өтпейді, былай айтқанда. иә. Егер сен өзің жаңағыдай үлгі бола білсең, өз-өзіңмен жұмыс жасасаң, ол міндетті түрде сенің айнаң секілді, балаларың сенің айнаң. Расында, мысалы, мен көремін, тревожный аналарда, постоянно барлығын контрольда ұстағысы келетін аналарда, балаларда кішкене нервный, болмаса өте жабық, иә, тұйық балалар болып келеді. Ең басты құндылық сол шығар деп ойлаймын. Енді бәріміз білеміз, енді жаңағыдай балаға мейірім, иә, керек, махаббат керек деп жатамыз. Оның барлығын айтпағанда, менің өзім ойым, басты құндылық сол. Мен өзімді дамыта келе ғана үздіксіз даму болса, менде өзім жақсыға ұмтылып, жақсыны көре білсем, менің балаларым да соны көреді. Мысалы, мен қазір есіме түсіп жатыр да, маған өзіме мысалы жаңбыр мен өте қатты жақсы көремін. Жаңбыр, далада жаңбыр бола ма, зонтигімді алып далаға шығып кетемін. Мен қыздарым да жақсы көреді. Мама деп қуанады. Жаңда бар ғой, бір неге жаңбыр, қап, деген сияқты айтып жатса, мен қайта қуанам. Таза ауа деген сияқты. Қыздарым да байқаймын, қазір жаңбыр жауса, қуанып уже сыртқа шығуға дайын тұрады. Сосын мысалы ай туған кезде мен бірінші соған мән беріп, фотоға, видеоға түсіріп жатам. Қыздарым да соны байқайды. Мама, ай туды деп. Соны байқаймын, олар жаңа табиғаттағы құбылыстар болады ғой, мысалы, болмаса күннің шығуы, батуы, сондай дүниелерді қыздарым байқайды. Ең жаңағы, қалай айтсам болады, сол жаңағы мен айтқан сөзімнің дәлелі, сен жақсыны көрсең, жақсыны байқасаң, жақсыны айтсаң, жақсы әрекеттер жасасаң, балаң сенің айнаң, оны подсознательно дейміз ғой, қайталайтын секілді. Дұрыс айтасыз, толықтай. Енді сіз де өзіңіздің анаңыздың айнасыз ғой, былай айтқан кезде. Сол өзіңіздің анаңыздан алған бір, мысалға, ол кісінің әдеттері бар, сіз оны өзіңіздің бойыңызға сіңірдіңіз. Енді бәлкім сол анаңыздан алған қандай да бір әдеттерді сіз қыздарыңыздың да бойына сіңіріп жатсыз ғой. Сол туралы да айтып өтіңізші. Анам жайлы айтатын болсам, мен үшін анам маған үлкен тұлға. Мен өзім шабытты, мотивацияны, үлгіні сырттан іздемеймін. Ешқашан бір мынау менің кумирім деп айтпаған екенмін. Мысалы, мынау жұлдыз менің кумирім, осы сияқты болғым келеді деген менде ой. Былай қарасам, мектеп кезден, балалық шақтан болмаған екен. Өйткені менің алдымда менің анам, ол маған үлкен тұлға, үлгі. Анам өте қайсар мінезді, жігерлі, жан жақты, позитивті. Негізі мен жаңағы айта кетейін, адамдар темпераментпен туылады дегенге сенемін. Біздің анам екеуміздің темпераментіміз кішкене басқаша. Мен өте, қалай айтсам болады сізге, бәрібір жұмсақтаумын, жұмсақ емес, қалай айтсам болады, приземленная дейміз ғой, иә. Менің анамның энергиясы, енді айта алмаймын, нағыз энерджайзер. Мен шаршап қалуым мүмкінмін, иә. Маған энергия алу үшін жаңағыдай бірдеңеден қуат алуым керек, демалуым керек дегендей. Анам шаршап тұрса да шаршадым дегенді білмейтін адам. Өте позитивті адам, өмірге көзқарасы мүлдем басқаша десем болады. Негізі менің өзім ойым, екі анам, жаңағы анам және енем келу керек сияқты осы подкастқа, иә, өйткені олардың айтатын өте көп, тәжірибелер үлкен, нағыз бала тәрбиесі болсын, жалпы өмір жайлы, иә, біздің аналарымыздан үйрену керек деп ойлаймын. Көбісі айтып жатады да, анаң нағыз болады, энерджайзер дейміз, иә. Сондай кісі, ол таңертең 5-те тұрып, білмеймін, осы бір 4-5 жыл болған шығар, үзбей, қыс болсын, жаз, күз, таңертең 5-тен 8-ге спортқа барады. Күнде, еще ерінбей соны WhatsApp статусқа салады. Ризам, ол мысал біреулер не үшін салады деп ойлауым мүмкін. Мен өзім, мысалы, ол басқаларға шабыт беру, я мотивация беру. Мысалы, анам биыл 52-ге, осыдан 2 күн бұрын толды, 29 мамыр күні. Анамның да, енемнің де айтпақшы, туған күндері бір күнде. Сондай да сәйкестіктер болады екен. Сол, ол анам жаңағы
өз өзін тастап жібермей, 50-де болсын, 40-та болсын, үнемі даму үстінде. Қазір баратыны йога, пилатес, растяжка, фитнес, жаңағы би, сондай салауатты өмір, таңертең сонымен үйге келіп жұмысқа барады, ол бас есепші, айтпақшы, 2 анам да бас есепші, үлкен мекемеде. Ары қарай жұмысын жасайды, кешке міндетті түрде біз енді оңтүстікте құдалық көп, жиын көп, той көп, міндетті түрде соның бәріне қатысады. Социальный человек деп айтайыншы, барлық іс-шараларға қатысуға тырысады. Сол үлгі дегенде мен анам расында үлгі бола білді, үлгі болып та келе жатыр бізге, өйткені өмірге деген болады ондай қызығушылық, соны анамнан байқаймын. Ешқашан түңілдім, қиналдым деп айтпайды. Енді бұл жерде айта кететін бір қалай айтсам болады, өзімнің өмірімнен, мен анам 28, мен әкемнен ерте айырылдым 7 жасымда. Әкем ол кезде 37-де, ағам, мен інім, анам 28 жасында 3 баламен қалды. Сонда 7 жасымда бірден есейгенімді білдім да, жауапкершілікті алғандай болдық. Мен де, ағам да, інім енді ол кезде кішкентай, 4 жасар. 28 жас деген ол қазіргі біздің уақытпен салыстырғанда совсем бір, қалай айтсам болады, әлі тұрақталмаған, әлі өзі өмірде орын таппаған адам ғой, былай қарасаңыз. Мен өзімнің 3 жыл бұрынғы жаңа уақытымды елестетсем, 28-де мен совсем баламын, баламын. Ал бұл жерде енді мамамның иығына үлкен ауыр сынақ түсті. Әкем бірден қайтыс болып кетті. Өмірден өтті 37 жасында, мүшел жасында. Бірақ анамның сол кездегі айтады, әкемнің 40 күні өткеннен кейін өзімен бір үлкен 40 күнге дейін мен андай көз алдымда еш нәрсені көрген жоқпын дейді. Ары қарай қалай өмір сүрем, бір өзім 3 баланы қалай жетілдірем деген ойлар күнде түнде мазалайтын деп. 40 күннен кейін маған өзі бір күш келді дейді. Мен осы 3 баланы жеткізу үшін барлық күшімді салам, бәрін жеткізем, қолымнан келеді, Аллахым маған тек денсаулық бер деп тілейтінмін дейді күнде. Осы балаларымды жеткізу үшін күш бер деп. Енді 2 жыл бұрын 50 жасын мамамның атап өттік, үлкен той жасадық Түркістан қаласында. Сонда мамам жылады, бәріміз жыладық ол тойда. Қалай уақыттың өтіп кеткенін байқамадық. Енді ол кезде әрине қиын болды. Қазір бірақ барлығын былай айтсам үлкен благодарность дейді ғой, менде сондай бір ризашылықпен қараймын. Өзімнің балалық шағым өте бақытты өтті. Әкемнен ерте айырылсам да, мамам біз балалық шағымыздың қызықты өтуіне барлық күшін салды. Әр демалыста біз ол кезде Түркістанда көп ондай қыдыратын орын жоқ. Шымкентке алып барады бізді. Неше түрлі жаңағы дендропарк, қиял әлемі, Мадлен, знаменитый. Әйгілі, ол шымкенттіктер біледі. Біздің жаңағы түркістандықтар, Ладушкиға барамыз. Мамамның оның барлығын алып барады, қыдыртады. Біз енді баламыз ғой. Қызық жаңағыдай. Сол сәттер қатты менің жаңағыдай есімде қалып қалған. Біздің балалық шақ өте қызықты өтті. Бір жаз бізді Алыкөлге алып барды, бір жаз Ыстықкөлге алып барды. Жаңағы жыл бойы жұмыс жасайды. Жазда біз күтіп отырамыз, жазда қайда барамыз дегенде. Сол кезде де жаңағы үлгі деп айтып жатырмыз ғой, мамам өз-өзін мысалы жертва позициясына ешқашан қойған емес. Мен білем, мамама қиын болды. Түнде біз ұйықтаған кезде мысалы ол жылайтын да шығар, жылайды да бізге бірақ білдіртпейді. Ол кезде еще Түркістанда газ деген жоқ. Қазір мысалы барлық условиялар бар ғой, біз еще жаловаться етіп үлгереміз, мынау жақпайды, мынаны үлгермейміз деп жатамыз. Түркістанда ол кезде газ жоқ. Кәдімгі пеш жағамыз. Көмірмен пеш жағамыз. Сонда қыстың күні мамам түнімен, біз енді кішкентаймыз, ұйықтап қаламыз, түнде оянбаймыз ғой. Мамам таңертең жұмысқа бару керек болса да, түнімен сол пешті жағып шығады, мысалы, ол кезде газ жоқ. Сондай қиындықтар өтті басынан. Бірақ Аллаға шүкір, мамамның жаңағы үлкен бір сенімі шығар деймін, болашаққа деген. Сол айтады ғой, әлі күнге дейін Құдайдан күнде соны тілеймін дейді, жаңағыдай
күш қуат бер Аллахым, немерелеріме, ұлдарыма деп. Енді ол кезде өзіме күш қуат бер, балаларыма аман есен жеткізейін, өсірейін деп. Аллаға шүкір, ағам да, інім де, мен де үшеуміз жақсы оқу орындарына түстік. Мен дарында аяқтадым, бағанда айтқандай, дарын мектебін аяқтадым. Ағам мен інім КТЛ түлектері, үшеуміз де бірдей мемлекеттік грант егерміз. Қалаған мамандықтарымызға түстік. Әрине направление анамнан да болды. Мен толғандым, қайда түсем дегендей, ағам да толғанды. Сонымен ағам өзімнің мамамның айтуы бар, басқа жаңағындай жақындарымыздың айту, жаңағы қалай айтсам болады, направлениесі бойынша IT-программист бүгінгі таңда өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Інім де әкемнің жолын қуып бүгінгі таңда білікті стоматолог болып жұмыс жасайды, тіс дәрігері. Енді анамның біздің тұлға болып қалыптасуымызға, мынау жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіруге, өмірде сынбау, қиындықтарға төтеп беру, алға ұмтылу, ешқашан мойымау деген жаңағы дүниелерді өзінің жеке примерінде көрсетті деп айтамын. Жаңа айтып отырсыз ғой, әкеңізден ерте айырылу, анаңыздың сондай, мысалға ол қарап отырсақ, әрине қандай еңбек, ол қандай қиын, жас жаңағы әйел адам үшін. Соны айтып отырсыз, сондай қиындықтан өту, ол сіздің де бойыңызға жаңа жауапкершілікті, тіпті жаңа айтып отырсыз ғой, бірден жұмысқа кіріс, мүмкін ол интуитивно даже содан да болуы мүмкін да. Келісемін, құлап қалмау, жұмысымды жалғастыру, білім алу дегеннің өзі сіздің анаңыздан қазір келгенін сезіп отырмын. Енді сізге қойғым келіп тұр сұрақ. Енді жаңа сізден өзіңіз айттыңыз, сіздің енеңіз де бухгалтер екен. 3 бухгалтер, анаңыз, сіз, енеңіз бұл кездейсоқтық па, жоқ әлде қандай тағдырдың бір ұрпақтан екінші ұрпаққа қалдырған аманаты ма? Осы туралы айтыңызшы, қызық. Негізінде расында да қалай ол сіз де, анаңыз, енеңіз енді? Негізі былай қарап отырсақ, сәйкестіктер өте көп екен менің өмірімде. Негізі анам, екі анам, олар 30 жыл бойы құрбылар. Биыл айтпақшы 30 жылдықтарын Ташкентте атап өтті. Олар 30-40 шақты адам Ташкентке барып, достығымызға 30 жыл деп сол жақта атап өтті. Мен есіме бір қызық жағдай есіме түсіп жатыр да. Мен 11-ші сынып оқимын ол кезде, өйткені 2011 жылы еді. Жаңа жылды біздің үйде қарсы алдық. Мамам жолдастарын 31 емес, бір-екі күн қалған кезде 30-ы, 29-ы жаңағыдай бір традиция бар ата-анамның, жаңағы достарының арасында жаңа жылды бір үйде немесе бір жерде жиналып қарсы алу. Сонда біздің үйге шақырдық. Қонақтарды шығарып салып болғаннан кейін үйде жинастырып жатырмыз ғой, мамам екеуміз посудан орнына қойып. Сонда мамам айтам ғой: "Мам, осы ол кезде жаңағы енемді Айша тәпше деп айтам ғой. Мам, осы Айша тәпше сияқты енең болса болашақта арманың жоқ шығар иә" деп айтқам. Өйткені барлық достарының арасынан мен ерекше жаңағы қазіргі таңда енді мамам ғой, енем, ол кезде бір басқаша қарайтынмын да. Өйткені мінезі өте көркем, өз-өзін ұстағаны, артық әңгімесі жоқ, ешқашан біреуді өсектеп жатқан, әңгіме қылып жатқанын көрмегем. Өз-өзін ұстауы, жаңағы былай қалай айтсам болады, бір аристократичность, благородство, сондайды байқайтынмын. Сөйтіп айтқам. Сонда мен күлем ғой, сонда мүмкін періштелер сол кезде аумен деген шығар деп, біраз жылдан кейін сонда мен сол кісінің отбасына келін болып түстім. Екеуі де құрбымен қатар олар әріптестер, бас есепшілер. Мен енді мектепті бітіріп жатқанда көп толғандым, қайда барам. Анам мені гинеколог болғанды қалады. Гинекологияға бар, немесе окулист бол деп сол жаққа барғанды қалады. Бірақ мен өзім іштей санға жақынымды. Анам да енді жұмыстан жиі баратын ғой. Бухгалтерияға сол сала маған қызық болды. Сонымен сол үлгі болған шығар. Анам сияқты бас есепші болсам, анам сияқты білікті мамам болсам деп ойланбай сол мамандықты таңдадым. Және ол жылы, мен түскен жылы Қазақстан бойынша
10 ғана грант берілген. Өйткені оған тек алтын белгілер түсе алады, өте жоғары балл жинау керек. Сонда тапсырғанда да біз 4 мамандықты таңдаймыз, қайсына ілім кетеді екенбіз деп. Ол кезде система 125 балл еді, мен 125-тен 121 жинаған едім. Бірақ іштей менде анық бір сезім болды, мен бұл мамандыққа түсем деген. Сөйтіп бірінші таңдаған мамандығым есеп және аудит, екіншісі қателеспесем экономика, үшіншісі менеджмент, төртіншісі әйтеуір біреуіне түссем болды деп маркетингке жаза салған есімде. Бірақ сол бірінші жазғаныма түстім. Ол да бір Алланың қалауы шығар деп ойлаймын. Сіздердің отбасыларыңызда жалпы бала тәрбиесінде қандай дүниелерге аса бір көңіл бөлесіздер? Немесе мысалы біздің отбасыда мынандай ережелер бар, біз мынаны міндетті түрде осылай жасауымыз керек деген секілді қандай да бір ережелер бар ма? Сол туралы бөліссеңіз. Жалпы ережелер болу керек деп ойлаймын. Әр отбасында болу керек. Енді қазір мысалы есіме түсіп отқан ең бірінші ереже, ол кішкентай қызым туылғаннан байқаған. То есть байқағанда емес, кішкентай қызым туыла салып мен ол ережені енгіздім. Баламен жалпы біз ас ішіп жатқанда, кешкі ас болсын, түскі ас болсын, таңғы ас болсын, үстелдің үстінде ешқандай телефон қолданбаймыз. Бала да жылап жатса да ешқандай мультик бермейміз, өзіміз де қарамаймыз. Ішіп болдық, шүкіршілігіміз айттық, рахмет, дәмді болды, Аллаға шүкір, барлығын айтып тұрғаннан кейін барып не көреміз, ол әкімнің өз еркі. Бала көре ма, жоқ өзіміз көреміз ба? Сол ереже әлі күнге дейін біздің отбасымызда сақталған. Өйткені менің өзім ойым, енді түскі асты күнде іше бермейміз, өйткені қыздар мектепте, мысалы, мен жұмыстамын, жолдасым жұмыста, екі ғана мысалы уақыт бар, біз өзіміз былай бір-бірімізге қарап сөйлесе алатын, күніміз қалай өтті, жалпы не қызықтар болды бүгін. Сол жайлы біз тек тамақ үстінде, тамақ ішіп отқан кезде ғана үстелдің үстінде айтады екенбіз, былай қарасаңыз. Енді сол ережені мен ұстап сақтауға тырысам, өйткені мен жолдасыма айтамын, сол момент өте бағалы. Қызымның мектепте не жасағаны, не қызық болды, қандай қиындықтары болды, бүгін не оны мазалады, не көңілін түсірді, немесе не нәрсе үйренді. Ол кәдімде бізде, қалай айтсам болады, традиция болып кетті. Ол уже бізде норма болып кеткен. Оны даже традиция деп басында қалыптастырдық, а ол бізге уже норма. Мен қайта мысалы бір үстелдің үстінде балаға телефон беріп қойып, әкесі өзі телефонмен, анасы өзі телефонмен жаңағы асты жеп жатса, кішкене көңілім андай, қалай айтсам болады, біртүрлі болып қараймын. Ал ең біріншіден ол ас қорытуына да зиян. Сен не жеп жатқаныңды сезінбесең, екіншіден бала мен ата-ананың арасында қатынас болмаса, контакт болмаса, ол да қиын. Бәріміз енді қазір тәуелді болып қалдық, былай қарасаңыз, смартфондарға, ұялы телефондарға, барлық ақпарат сол жақта, барлық ақшамыз сол жақта, қолымызда барлық байланыс сол жақта. Сол үшін міндетті түрде бір, қалай айтсам болады, качественный уақыт өткізу үшін тамақ ішіп отқанның өзінде мен өзім ойым қарсымын. Әсіресе кішкентай балалар, мен оны көп байқаймын. Мен енді бір басқаларға айтпау мүмкін, бірақ жақындарыма, бауырларымның балаларына айтуға тырысам. Егер ол жылап жатса, тамақ жеп жатқан кезде телефонмен мультик көре ма, мен алдырып тастауға тырысам. Бала үйрену керек, тамақ жеп отқан кезде үлкендерді тыңдап, сөзін бөлмеу деген сияқты, өзінің ойын айту. Мысалы біз жолдасым екеуміз сөйлесіп жатқанда қыздарымыз тыңдайды. Содан кейін мен оларға сұрақ қоямын, олар бізге сұрақ қояды дегендей. Жаңағыдай үлкенді сыйлау, дастарханды құрметтеу деген сол отбасынан басталады деп ойлаймын. Ол енді бір традиция шығар, екіншісі, ол енді бір больше, қалай айтсам болады сізге, ереже деп те емес, мүмкін ереже шығар, мүмкін ол тәрбие, тәртіп шығар. Мен қыздарыма кішкентайынан қай жерге кіреді, міндетті түрде амандасуды үйретемін. Міндетті түрде. Таксиға отыра ма, амандасады. Мектепте жаңағы крема, бірінші кім қарсы алады, мысалы, охрана қарсы алады. Сол жерден бастап амандасуды үйретемін. Үйімізде де мысалы біздің ауламызға қарайтын бір кісі бар. Осы жерде бір 3 жылдан асқан жұмыс жасап жүргенге. Ол таниды, менің екі қызым танып алған. Күнде таңертең амандасамыз, міндетті түрде. Мен қыздарыма магазинге кіресіңдер ма, амандасыңдар. Саламатсыз ба, қайырлы күн, рахмет. Ол
ол тәрбие де, тәртіп те, және де ол сөздерді айту негізі қиын емес. Қайта балаға қалай айтсам болады, бұл да бір мәдениет, иә, тәрбие деп ойлаймын. Сол үшін көбінесе жаңағы үлкен кісілер таксида отырған кезде болып қалады ғой. Қыздарым саламатсыз ба деп екеуі амандасса, ой айналайындар деп батасын беріп жатады. Бата алған қандай керемет. Сондай да ережеміз бар. Енді сіз айтып қалғансыз, қыздарыңызға өздерінің қай жасқа дейін есімде жоқ, бірақ телефон ұстатпаймын, бермеймін, ұялы телефон сатып алып бермейді екенсіздер. Иә. Ол да бір жолдасым екеуміз келісіп, қалай айтсам болады, келісіп осы күнге дейін ұстанып жатқан ережеміз. Менің үлкен қызым осы сәуір айында 9-ға толды, кіші қызым 6-дан асты. Екеуінде осы күнге дейін әлі телефондары жоқ. Оны дұрыс деп те айтпаймын, бұрыс деп те айтпаймын, оны әр ата-ана өзі шешеді әрине, бірақ өз отбасыма келсем, мен оны өзім алмаймын деп шештім 10 жасқа дейін. Неге десеңіз, баланың 7-6 жастағы психикасы әлі қалыптаспаған. Қазір, мысалы, менде өзімде TikTok жоқ, қыздарым TikTok қарамайды. Бірақ даже мынау Инстаграмда ашсақ, басқа әлеуметтік желіні ашсақ, ютубты ашсақ, неше түрлі контент бар. Оны барлығын контрольда ұстау мүмкін емес, бақылау мүмкін емес. Я сен қолына бересің балаға, бірақ ол не жазып жатыр, не оқып жатыр, я оны қадағалау мүмкін емес. Я планшет біз былтыр алып бердік, бірақ оның өзін мен ішінде артық заты жоқ. Қалан KZ деген мен өзімнің жақсы көретін платформам, қосымшам деп айтайын. Қыздарым сол жақта есеп шығарады. Пайдалы бір-екі жаңағындай логический ойындар алып қойғам, шахмат бар міндетті түрде ішінде. Ол жақта отырса да уақыттарын пайдалы, тиімді өткізсе деп айтам. Телефонды биыл қызым 9-ға толдық, ойладым, қалай сұрар ма екен. Сыныбында 20 баладан өткенде айтып жатыр ғой, 15 балада бар екен ұялы телефондар. Соң ойладым, 9-ға келді ғой, енді есеп жатыр, сұрар ма екен деп ойлаған едім, сұраған жоқ. Таң қалдым өзімде, мүлдем сұраған жоқ. Мен қазір айтсам күлетін шығарсыздар, бірақ не сұрағанын айтсам. Туған күніне машинка с пультом управления деп. Мен таң қалдым. Шынымен ба десем, я дейді. Неге десем, бұрыннан армандаған едім дейді. Сонда бұрын бір ойында болған шығар. Мүмкін біз әпермедік па, мүмкін сұраған жоқ па. Сонымен барып, кәдімгі машинка с пультом управления алып берді. Телефон вообще сұраған жоқ. Сонда мен бір рет айттым, болды, қызым 10 жасыңда алып береміз. 10 жас, енді айтып жатыр өткенде, мам, мен 10 жасқа толған алып бересіздер ғой? Алып берем, болды. Одан кейін сұрамайды. Кіші қызым да сол. Енді сіз өзіңіз жаңа қаржыгер ретінде жалпы балаларды ақшаға, еңбекке, жауапкершілікке қалай үйретесіз? Мысалы, даже финансовый грамотность дейміз ғой, соны қазірден бойларына сіңіресіз бе? Міндетті түрде. Негізі уақыт келе біздің жандай көзқарастарымыз көп нәрсеге өзгереді ғой. Бұрын мен ойлайтынмын, бала деген ата-ананың қиналғанын көрмеу керек, жоқтықты көрмеу керек, қиналғанын айтпауын керек, оларға тек бере беру керек. Не то что бере беру керек емес, енді балаға тек жақсыны көрсету керек дегендей, жоқ дегенді барынша көрсетпей тек жақсыны деп ойлаған. Сонымен бір күні осыдан бір 2 жыл бұрын шығар, қызым есімде жоқ бір затты сұрады. Сонымен қызым айтам, қызым, менде ақша жоқ, мен саған кейін айтып берем. Мам, қалай ақша жоқ дейді. Сіз карточканы былай тик дейсіз, ол жақта Каспида ақша бар ғой дейді. Сонда мен телефонмен төлеймін ғой постоянно, Apple Payмен, былай магазиндерде. Ол соның ішінде шексіз ақша деп ойлайды екен ғой бала. Сонда менің миыма жетті. Міне дедім, бала деген сенің телефоныңмен картаңда шексіз ақша бар екен деп ойлайды деп. Ол кезде бірінші сынып оқиды қызым. Сонымен түсіндім, нет, былай болмайды. Балаға барды да жоқты да көрсетіп беруді керек деп ойлаймын. Енді қыз баласы мен ұл баланың тәрбиесі енді бөлек болады ғой. Қызға барынша сен бар махаббатыңды, мейіріміңді, баршылықты көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Қолдаймын ондайды, бірақ бәрібір ақша қайдан келіп жатыр, Мысалы, біз қалда қандай жоспарымыз бар, жолдасым екеуміз айтып жатамыз. Мысалы, біз жақында істейміз. Біз қазір мысалы ремонтқа жинап жатырмыз деген сияқты айтамыз. Олар оны біледі. Сұраған заттарын алып беруге тырысамыз, бірақ кез келген сұраған нәрсені алып берем деп айтпаймын. Өйткені біздің қазір өмір сүріп жатқан заманымыз
консюмеризм деп айтады ғой, потребление. То есть консюмеризм деген потребительское отношение болып кетті. Көп нәрсенің заттың жаңағындай бағасын білмейміз, ол қаншалықты бізге керек емес. Біреу алып жатыр екен, оны біреу жаңағындай жарнама жасап жатыр екен деп көбісі алып жатады. Оны қолданасың ба, қолданбайсың ба, иә. Ал мен бір заттың саған жұмыс жасаған, қызмет жасаған қалаймын. Киім алдың ба, міндетті түрде ол шкафта ілініп тұрмау керек, оны кию керек. Бір ойыншық алдың ба, міндетті түрде ойнамайсың ба, біреуге сыйла, мысалы, иә. Негізі қазіргі мектептің өздері жаңағыдай қаржылық сауаттылық сабақтарын енгізіп жатыр. Біздің кезімізде ондай болған жоқ мектептерде. Қаржылық сауаттылық сабақтары міндетті түрде болады. Сол жақта бір күн айтады: бізде жәрмеңке болады дейді үлкен қызым. Соған бізге түрлі нәрсе әкеліңдер деп айтты дейді. Жарайды дедім, сен өзің не апарғың келеді дегенім, ойланып тұрды, бірдеңе сатып алсақ болады, мысалы тәттілер. Мен айтамын: давай біз былай жасаймыз, қазір барамыз, мындай бисерлар бар набор сатып аламыз, үйге келіп бисер жасайық, әшекейлер жасайық түрлі, и сен соны сатасың, сонымен ақша табасың деймін ғой. Ақшаны солай табамын ма деді. Я дедім, тек еңбек арқылы. Сонда мен қызым кеш бойы екеуміз бір 2-3 сағатта бітіріп тастадық. Біраз браслет жасадық, әшекейлер жасадық. Мен оны еще видеоға түсіріп, жаңағы мектепті белгілеп, біз жәрмеңкеге дайындалып жатырмыз дегендей. Өзім ертесіне барлық жаңағы қыздар, енді біз қыздар қызығады ғой, әсіресе кішкентай қыздар неше түрлі бұйым, әшекейлерге, жүзіктерге дегендей. Соның барлығын сатып алған. Қызым мәз, мама мен қанша ақша таптым деп. Ол да бір жаңағы қыздарыма қазірден үйретіп жатырмын, ақшаны еңбек арқылы табуға болады, иә. Еңбектенсең, ол сен ниет етсең, әрекет етсең, білім алсаң, міндетті түрде саған ақша да келеді деп. Және де ақшаны қалай дұрыс жарату керек, оны да түсіндіремін. Менен сұрайды ғой: сіз қалай ақша табасыз? Сіздің карточкаңызда ақша бар деп. Жолдасымды телефондарын көреді ғой, біз төлеп жатқан кезде. Мен түсіндіремін, қалай табам ақшаны, ол қалай келеді деп. Есейе келе балаға айту керек деп ойлаймын. Сосын карманный расходы деп жатады. Біз енді енгізіп жатырмыз, өйткені енді есейіп жатыр қыздарым, оған дейін әлі кішкентай еді ғой. Мысалы 1000 теңге берем, оған айтамын: сен осы ақшаға мысалы өзіңе бір күнде жаратып тастасаң болады, тәтті алып, немесе бүгін ал қалғанына ертең ал. Сен қайсын таңдайсың, сен ойланады мысалы, да. Уже ақшаны санауды біледі. Сосын үйренсін деп арасында өзімде жіберем. Жаңағындай оған дачасын қайтарған кезде санайды, мысалы 1000-нан аз айтсақ 400, так, маған 600 беру керек деп, мысалы, да. Сол сияқты санауды да үйренеді, былай қарасаңыз. Ұқыптылық, енді қаржылық сауаттылықты уақыт өте келе бұдан да көп жанда неше түрлі лайфхактар енгізем деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы сол ақшаға ұқыпты болу, ақшаның шексіз емес екенін түсіндіре білу, және де өз ойым, барбір ата-ана балаға айтып үйрену керек. Бар, жоқ, бала түсіну керек. Бала, мен саған алып берем, бірақ қазір емес. Кейбір шектеулі кездерде болуы мүмкін. Дүкенге кіргеннің өзінде мынаны қалап тұрмын. Рас. Мен мысалы бізде өзіміздің определенный бір даталарымыз бар, алып беретін. Мысалы 8 наурызда міндетті түрде алып берем, балалар күніне алып берем, туған күндерінде және жаңа жылға. Міндетті түрде мен айтамын: қалаған нәрсе, не қалайсың? Бағасын маңызды емес. Сонымен мама осыны армандап жүрем, жарайды алып берем. Жаңағыдай күнде алып бере берсең де бала оның қадірін түсінбейді. Ал ананы күтіп жүріп 8 наурызға алып берем, ол ойыншықпен ұйықтайды, бірге тұрады, ойнайды, сүртеді, жаңағы мысалы, да, жуады. Сондай бір ұқыптылық пайда болады, оның қадірін түсінеді деп ойлаймын. Балаға қазіргі таңнан қаржылық сауаттылықты бойына сіңіре білу. Өйткені ертең үлкен өмірге аяқ басқан кезде ол жан-жағына қарап ақшаны қалай табу керек, қадірін түсінеді деп ойлаймын да. Енді
сіздің әйел образыңызға келсек, ана ретінде сіздің көріп тұрмыз қандай үлгілі қыздарыңызға. Расында да қыз бала ол анасынан үлгі алады. Анасы қалай жүреді, анасы қалай киінеді, анасы қандай күйде. Расында да қыз бала үшін ең бірінші оның кумирі, үлгісі ол анасы. И қазір осы жерде көріп отырмыз, сіз расында да өте сондай үлгілі анасыз. Өйткені өзіңіз өте байсалды, андай болады ғой. Сізден бір әйелдік энергия өте күшті шығып тұр, көрініп тұр. Сондықтан қыздарыңызға керемет үлгі болып жатқан ана екеніңізге мен куәгер болып отырмын. Енді сіздің әйел ретінде рөліңізді білгім келеді. Жалпы сіз қуатты қайдан аласыз энергияны, расында да ер адамдарға әйел адам қуат беретін болса, ал әйел адамдар керісінше біз энергияны басқа жақтан аламыз. Мен жақында декретте құрбыммен сөйлесіп жатсам, ол айтады, мен осы бір жыл болды декретте отқанына түсінгенім дейді, әйелді дейді, мынау ана болу, материнство дейді, жаңағыда аналық шаршатпайды дейді, рутина шаршатады дейді. Күнделікті бір жұмысты қайталап жасай берсең, сен уже бір одан шабыт алмайсың, қызығушылықпен жасамайсың. Сол үшін әйел адам, енді подкаст бойы сол туралы айтып жатыр ғой. Өмірі ізденісте болу керек, даму үстінде болу керек деп. Мен өзім энергияны спорттан алам. Негізі бұрындары үзіліп жаңағы 3 ай спортпен айналсам, арасында үзіп кетемін. 2 ай айналсам, үзіп кетемін. Бір жүгіріп жүрдім, бір уақыттары үзбей жүгіріп, Алматы марафондарға қатысып жүрдім. Бір уақытта тек йога жасап жүрдім. Бір уақытта тренажеркаға барып жүрдім. Тренажерный залға үйдің жанында үзбей мысалы барып жүрген кезім болды. Бірақ арасы үзіліп жүретін. Осы екінші қызымды босанғаннан кейін менің белімде протрузия болды. Ол көп аналарда кездеседі. Ауыр көтергеннен кейін, екі қызымды да көп көтеретін, содан пайда болды. Енді ол асқынып кетпеу үшін ары қарай грыжаға өтіп кетеді деп жатады. Оның последствиялары өте жаман. Сондай болмау үшін мен өз-өзімді қолға алайын деп сөйтіп. Енді ол бір себеп болған шығар, бір жағынан жұмысымен қатар салауатты өмір салты, өзімнің жеке дамуым, отбасым, барлығын біздің бухгалтерияда баланс деген бар. Любой отчетта баланс болу керек. Сол сияқты өмірімде де баланс болу керек деп мен үнемі айтып отырамын. Сол позицияны қолданамын, баланс жан-жақты болу, барлық саланы енді 100% меңгермесем де, мысалы өзім жұмысыма тиянақты болу, жұмыстан тыс жеке өмір, достармен қарым-қатынас, балаларымның дамуы, қыздарымның дамуы, сол жақты да міндетті түрде алып жүру деген қағиданы ұстанамын. Сонымен былтыр желтоқсан айында өзіме шештім, болды, мен спортты енді үзбеймін деп. Сонымен желтоқсан айынан бастап йога мен пилатесті үзбей, осы қанша болды? 6 ай үзбей айналысып келемін. Аптасына 5 рет, 3 рет йога, 2 рет пилатес. Содан энергия аламын. Сосын тағы да энергияны мен былай тамақтан деп айтқан дұрыс емес шығар, бірақ дұрыс тамақтанудан аламын. Мен өзім таңғы асты ішуді, таңғы ас дайындауды, әзірлеуді, әдемі қылып сәндеуді жақсы көремін. Соған энергиямды жұмсаймын және содан энергияны аламын. Ерінбей таңертең тұрамын. Ол кішкентай кезімнен мен өзім бөлім жатады ғой, жаворонок дейді, сава дейді. Мен өзім жаворонокпын. Қанша кеш жатсам да ерте тұрам. Таңғы 5-те, 6-да асықпай, барлығы ұйықтап жатқанда өзімнің бір алтын сағатым деп айтамын. Өз уақытыңыз. Өз уақытым, асықпай таңғы асымды жасаймын. Соны асықпай фотоға түсіремін, мысалы. Кейбір кездерде Инстаграмға салып жатам. Соны бәрі жазады. Сен тур жаңағыдай кафедегідей жасайсың, ерінбей деп. Сол маған тоже энергия береді. Басқа мысалы кешкі ас ішпесем де таңғы асты міндетті түрде ішемін. Тағы да энергияны қайдан аламын? Бағана басында айтып кеткендей, мен табиғаттан, адамдардан, жақсы әңгімеден энергия аламын. Концерт ол менің енді бөлек өмірім, театр, концерт, іс-шараларды өткізбеуге тырысамын. Сіздер өздеріңіз жұп ретінде қалай дамисыздар? Жолдасыңызбен бірге бір
даму бір нелеріңіз бар ма? Мысалға екеуміз міндетті түрде осындай дүние жасаймыз, бірге даму үшін, немесе бірдей кітап оқимыз деген секілді. Осы шілде айының 4-сі күні отандасқанымызға 10 жыл болады. 10 жылда енді қалай айтсам болады, түрлі жағдайлар болды, біраз нәрсені басымыздан өткіздік. Жолдасым бағана басында айтқандай үнемі мені қолдап отырады, ешқашан маған жоқ деп айтпайды. Мысалы, мен мынандай жасағым келіп жатыр, қалай ойлайсың десем, давай қайта ол маған айтады, сен көбірек жаңағы сценаға шық, проявляйся, көрсет, ағылшын, қазақ, орыс тілін бірдей білесің, ұялма, кім жұрт не айтады деп ойлама деп маған үнемі күш қуат беріп отырады. Солай поддержка да нағыз. Ол әйел үшін, жалпы әйел емес, адамзат үшін, ер адам болсын, әйел адам болсын, ол өте керек дүние деп ойлаймын. Егер сен ылғи артқа тарта беретін болса, сенің жаман жақтарыңды көріп отырса, сен өзіңе деген сенімсіздік пайда болады. Мен вообще дұрыс адаммын ба деп ойлайсың ғой, мысалы, дұрыс жасап жатырмын ба деп. Ал жаныңдағы адамың, енді мен тұрмысқа шыққаннан кейін қазіргі менің жақын өмірімдегі жақын адам ол жолдасым ғой. Ол қолдап отырса, әрине ол нұр үстіне нұр. Ол екі есе жігерлендіреді, екі есе жаңағыдай қалай айтсам болады, шабыттанасың. Жолдасымды да қолдауға тырысамын үнемі, қолымнан келгенше. Енді өзімнің ойымды айтып отырамын. Жоқ, мына жер менің өзім ойымша бұл болмайтын сияқты деп, мына жер былай жасаған дұрыс шығар деп. Даму жайлы айтатын болсақ, енді әрине жаңағыдай дұрыс тамақтанайық. Мысалы, жолдасымның бұрын ол наоборот кеш жатып ерте тұрмайтын. Бірақ маған қарап көргенім, мен айтамын, ерте тұрсаң, бар ғой, мысалы, мен кішкентай кезімнен естігенім сол, мамам үнемі айтатын, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің бір ырысы артық деп. Сол менің миыма құйылып қалған ғой. Расында ерте тұрсаң, біраз дүниені жасап тастайсың. Мен жаңа жұмыста графигімді де солай ауыстырдым, ерте тұрған екен, 8-ден 5-ге қылып. 9-дан 6 емес, 8-ден 5-ге қылып. 8-де барған кезде офис пустой, адам жоқ, біраз дүние жасап тастаймын, тез. Жаңа тыныштықта, ешкім сені мазаламайды дегендей. Сол жолдасым да маған қарап, осы бірнеше жыл болды, ерте тұрады ол да. Таңғы 6-тан тұрып алады, өзінің шаруаларын жасайды, қыздарды мысалы мектепке алып барады, шығарып салады. Ол да бір менің, қалай айтсам болады, жақсы жағына бір септігім тиген шығар деп ойлаймын да. Оның да маған тиген септіктері өте көп. Бір-бірімізді жалпы үйрету ғой бұл өмірде, алға жетелеу, жақсыға ұмтылу, жақсыға үйрету. Сосын жаңағы даму жайлы айтатын болсақ, үлкен алға мақсат қойған, ол кәдімге жігерлендіреді екен. Мысалы, біз өзімізге бір мақсат қойдық. Осы жылы жаңағы үйімізді үлкейтеміз, үлкен үй аламыз деген сияқты. Мысалы, сол мақсат бізде ойымызда тұр. Соған ақшамызды жинап жатырмыз, мысалы ремонтқа жинап жатырмыз. Соған қарай сен ұмтыласың. Біз былай жасаймыз, былай жасаймыз. Жаңа проекттер ала бастаймыз, ол сені қалай айтсам болады, алға ұмтылуға дегеннің күнде даже оянған кезде де сенің алдыңда мақсат бар ма? Өмір сүруге деген қызығушылығың артады. Жалпы мақсат қою ол әр адамға керек деп ойлаймын, әр салада. Мақсатың болмаса, сен вообще не үшін өмір сүріп жатсың, кім үшін өмір сүріп жатсың? Жай ғана тұру, уақытыңды өткізу, бос өткізу мен үшін бір өміріңнің бос өтіп жатқаны секілді сияқты да. Сол үшін, бірақ мен жаңағыдай қалай айтсам болады, былай қабылдауымыз керек та. Ер адам және де әйел адам ол екеуі екі бөлек тұлға. Екі бөлек тұлға. Екеуміздің, енді жалпы былай отбасы жайлы айтып жатырмын ғой, түсінбейтін кездерімізде болды бір-бірімізді. Мысалы, ол барлық отбасында болатын жағдай деп ойлаймын. Бірақ 5 минуттан шығар, максимум 10 минуттан артық ренжіскен уақытымыз болмаған. Мен оған айтам ғой, тебе так повезло деймін да, мен 5 минуттан артық ренжи алмаймын деп. Мен өйткені ол энергиямен сыртқа басқа жерге шығып кету, ұйықтап қалу, менде ондай жоқ. Осы жер шешіп алайық, кешірім сұрайық. Кешірім сұрау маған мүлдем қиын емес. Мысалы, егер мен қатемді түсініп жатсам,
сол үшін максимум бір 5 минут ренжиміз, 10 минут ары қарай дым болмағандай басқа әрекетімізді жасап, ары қарай сол күнімізді жалғастырып кете береміз. Ол да бір үлкен не деп ойлаймын, қалай айтсам болады, енді даналық та шығар ол тіпті. мүмкін енді әр отбасында әртүрлі, бірақ менің өзімнің жеке ойым, ренжіген жағдайда да 5 минут жарты сағаттан артық болмау керек. Өйткені сен сол энергияңды басқаларға шашпауың керек. Сол жерде қалып қалу керек. Түсініспеушілік бар ма? Сол ашық айтып сөйлесе білу ғой. Сосын барлығы қазір сол жайлы айтып жатыр. Расында ашық отырып сөйлесу, ол бүкіл жаңағы проблема болсын, түсініспеушіліктің басты шешімі деп ойлаймын. Ашық отырып сөйлесу. Көп адамға жетіспейтін дүние ғой қазір. Рас. Отырып, ашық отырып сөйлесу, ойыңды айту, ойыңды жеткізу өте маңызды. Енді сіздің кәсіби жағыңызға келсек, негізі бухгалтер десек, үлкен апайлар, қатал кісілер елестейді ғой көбінесе. Енді сіз бүкіл стереотипті бұзып тұрсыз. Мен сізбен сөйлесіп отырып, расында да бұл кісі бухгалтер ма деген ой келіп жатыр да. Жан жағыңызда да өйтіп айтатын адамдар көп шығар енді. Өте көп. Білмеймін, ол негізі қайдан қалыптасқан стереотип, мүмкін Совет одағынан ба, білмеймін, бірақ өте жиі көп естимін. Сен, құрбыларым да айтады, әріптестерім де айтады, сен бухгалтерге ұқсамайсың. Біз енді басқа отделда жасайтын жаңағы менің әріптестерім де бар, олар айтады, бухгалтерияға келсек дейді. Үнемі күліп отырасыз, ешқашан отказ бермейсіз. Отказ берген күнде де сыпайы түрде, давайте былай жасайық деп мен ұсынуға, адамның көңіліне қарауға тырысамын. Жоқ, болмайды. Бермеймін деген нәрсе менде жоқ. Мен өйткені әртүрлі ситуация болады, мысалы, аванс сұрай, тағы басқа, мысалы. Мен айтамын, давайте бүйтейік, қазір руководстводан сұрайық, басшылықтан сұрайық. Мен бірақ бүгін алып беруге тырысамын. Давайте көрейік деген сияқты да. То есть адамның жаңағындай өзінің жағдайына кірісуге тырысамын. Білмеймін, ол эмпатияның белгісі ма, шынымды айтсам білмеймін, бірақ сосын жаңағындай ғой, бухгалтерия деген загруженный, өзіне қарауға уақыты жоқ, отчеттан бас көтермейтін адам болып елестетеді да. Мен айтып жатырмын ғой, мамам да соны кішкентай кезімнен айтпақшы айтатын. По одежке встречают, по уму провожают деп. Ол рас. Сен ең бірінші жаңағы айтамыз ғой, впечатление, сен қалыптастыру үшін сенің өзің бірінші ұқыпты болуың керек, бет әлпетің, сыртқы бейнең дегендей. Ары қарай сен уже кәсіби мамансың ба, сен уже кәсіптілігіңмен, біліктілігіңмен жаңағындай дәлелдейсің да. Бірақ ең біріншіден сенің визуальный восприятиең, қалай айтамыз оны қазақша? Енді түсіндіре алғанша. Сырт келбетің сәйкес болу керек. Менің байқайтын бухгалтерлерім көбінесе және де болу керек деп ойлаймын. Ол адамдармен қарым-қатынасты дұрыс қалыптастыру. Өйткені сен бір емес бірнеше отделмен жұмыс жасайсың, басшылықпен жұмыс жасайсың. Онымен қоса сен салық органдарымен, мемлекеттік органдармен үнемі байланыстасың. Сол үшін олармен де дұрыс сөйлесе алу. Бізде жақында мысалы түрлі компаниялардан налоговая проверка болды. Ол кезде қайта шақырады, жаңағы департамент госдоходовқа шақырады, салық органдарына шақырады. Барған кезде адамдармен сөйлесу, қалай өз-өзіңді ұстау өте маңызды. Сол үшін жалпы әр салада керек шығар ол. Дәрігер болсаң да сен пациентпен дұрыс сөйлесе ал, оған жеткізу, оның диагнозын, мысалы, әртүрлі жағдай болады, диагнозына жеткізу, жағдайын білу, тыңдау, сөйлесу жалпы өте керек. Мен ойлаймын, осы жерде әрбір адам, егер әрбір маман иесі өз саласында адамдармен дұрыс қарым-қатынас түзе білсе және өз саласын жақсы көріп істесе, онда біздің Қазақстан өте керемет деңгейге жететін еді. Осы жерде енді бізде заңда қазір өзгерістер болып жатыр ғой, салыққа байланысты. Сол туралы айтып өтіңізші, қандай өзгерістер болып жатыр? Жалпы бүгінгі таңда өзгерістер өте көп. Оның барлығы мынау жаңа салық кодексі 2026 жылы күшіне енеді. Оның барлығы қазір талқылау үстінде, сенатқа жіберілді. Оның бәрі күшке енгеннен кейін, заң күшке енгеннен кейін 1 қаңтардан бастап, 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшке енеді. Енді тексерістер өте көп. Мысалы, айта кетсек,
осы карантин болған жылдары бізде мораторий болды. Мына упрощенка режим дейміз ғой, жеңілдетілген салық түрі. Соны қолданатын кәсіпкерлерге заңды тұлғалар 2020-21-22 жылдары салықтан босатылған болатын. Бірақ ол заң тек 3 жылға ғана. Қалай айтсам, оның мерзімі тек 3 жыл ғана еді. 20, 21, 22. 23 жылдан бастап барлығы салық төлеу тиіс еді. Бірақ көбісі оны ескермеген, мүмкін білмеген, мүмкін оларға айтпаған болар, немесе бухгалтер айтпаған, немесе бухгалтер мүлдем жоқ шығар. Көбісі төлемеген. Оборот бар, бірақ салық төлемеген. Сол үшін көп осыдан, мысалы, көп блогерлар өткенде, барлық жеке кәсіпкерлер 23 жылға 24 жылға салық төледі. Неге? Ол көбісі айтады, қалай біз босатылған едік қой? Мен айтамын, босатылғансыз, сіз тек 3 жылға ғана, 20-21-22, 23 жылы босатылмаған едіңіз, оған төлеуге тиіс едіңіз деп. Енді мен ол кезде мысалы жүргізген бухгалтерлердің бәріне жаңағы кәсіпкерлерге ескеріп отыратым. Бірақ енді маған консультацияға келіп жатады, көмегіңіз керек, мына жерде қалай жасауға болады, бізге осындай уведомление келді, не деп жауап береміз деген кезде мен айтамын, сізде осындай бар деп есептеп бергенде, оның салықтан бөлек кешігіп төлеген үшін пенясы болады. Пенясының өзі аз емес сумма. Сондай қателіктері болады. Ол дегеніміз, мен не үшін айтып жатырмын, заң күнде өзгереді. Расында бүгін актуальный нәрсе ертең актуалды болмауы мүмкін. Сол үшін жеке кәсіпкерсіз бе, бухгалтеріңіз бар ма, жоқ па, оған байланысты емес, заңға қарап отырыңыз. Біз енді көбінесе кім не алды екен, не болып жатыр екен елде деген хабарларды көріп жатамыз. Бірақ көп кәсіпкерлердің меніңше өзім жаңағындай ескеретіні дейміз ба, қателігі дейміз ба, заңның мүлде хабары жоқ. Және де былай ойлайды, менің бухгалтерім бар ғой, менің жеке бір консультантым бар ғой деп отырады. Тапсырып қояды ба? Тапсырып қояды, ысырып қояды, өзіне жауапкершілікті алмайды. Негізі сіздің бухгалтеріңізден бөлек, кеңесшіңізден бөлек, өзіңізде заң аясында хабарлар болсаңыз, хабар үстінде болсаңыз, біліп оқып отырсаңыз, өзіңізге жаңа ойлар келеді. Так, мына жерде оптимизация жасасам болады, мына былай үнемдесек болады, мына жерде былай жасасақ болады екен ғой. Мысалы, менің өзімнің басшыларым үнемі заңды оқып отырады, маған да жіберіп отырады. Маржан, қаншалықты рас? Қаншалықты рас? Мына былай жасасақ бола ма екен? Келесі жыл осылай жасай аламыз ба? Бұл осылай деп жатыр ғой заң деп. Мен оларға ризамын, рахмет, сіздер өмір біліп ізденіп отырасыздар деп. Ол жалпы басшы ретінде болсын, адам ретінде болсын, өзіңнің салаң болған екен, сен үңілгенің, білгенің, ізденіп қарағаның дұрыс деп ойлаймын. Екінші, мысалы, қандай біз сұрақ болды қиындықтар, қандай өзгерістер деген. Мынау электронная цифровая подпись деп айтамыз, қолтаңба, ЭЦП, сол жағынан заңды күшейтті. Неге? Өйткені мошенниктер өте көбейіп кетті. Соған байланысты, мысалы, сіз ЭЦП-ңызды біреуге жіберу мүмкінсіз, оның мерзімі 1 жылда. 1 жылдың ішінде сіздің атыңыздан кредит алу мүмкін, сіздің атыңыздан бірдеңе ашу мүмкін. Сол үшін сондай, қалай айтсам болады, мәселелер көбейіп кетті. Біздің өзіміздің жалпы адамдардан шағымдар көп түсіп кеткеннен кейін ЭЦП-ны қолдануының заңы күшейтілді. Енді сіз кез келген адамға бере алмайсыз, ол үшін штраф салынады. Соны да ескеру керек. Егер сіздің бухгалтеріңіз бар ма, міндетті түрде оған сіз доверенность болғанда, өзінің сайты болады, pki.gov.kz деген сайт болады. Соның ішінде сіз сотрудник деп белгілеп бухгалтерге өзіңіздің, мысалы, заңды тұлғасыз ба, заңды тұлғаңыздан ЭЦП-ны бересіз. Басқа ешкімге беруге болмайды. Мен, мысалы, маған ондай мүмкіндік берген жоқ па, ондай қалай айтсам болады, право дейміз ғой, право подписи берген жоқ па, мен қолдана алмаймын. Сондай нелер бар, өзгерістер бар. Декреттік төлемдер жайлы айтатын болсақ, осы биыл 8 сәуірден бастап жаңа заң күшіне енді. Бұрындары, енді өзіңіз естіген болатынсыз, қаншама курстар болды, декретке миллионмен
бір емес 5-6 миллионмен шығатын аналар болды. Ол егер расында сол жерде жұмыс істесе, ол бөлек әңгіме, иә. Тек декретныйды алу үшін бірнеше заңды тұлғаға жай фиктивный работник, жұмыскер болып тіркеліп, басқа ИП-ларға туыстың ИП-сі арқылы салып жатады. Өзінің атына кәсіппен айналыспайды, бірақ тек сол декретныйды алу үшін ИП ашып жатқан аналар көбейіп кетті, өте көп болды. Және де оны мемлекет амақ емес, біледі, барлығын бақылап отыратын. Ол мүмкін емес. Жарайды, сен 3 жерде жұмыс жасайсың, 2 жұмысың бір жерде, мүмкін сен кәсіпкерсің, өзіңнің жаңа ИП-ң бар, 2 жерде сен мүмкін жаңағыдай бір жерде консультация жүргізесің, бір жерде основной жаңағыдай өзіңнің жұмысың, тұрақтың жұмысың. Бірақ 10 жерден жаңағыдай жұмыскер болу ол мүмкін емес нәрсе. Соответственно, көбісі сонда махинация жасады. Оны мемлекет, мен өзі былтыр айтып жүрген едім, өзім жаңағы бухгалтерлер арасында құрбыларым бар, өзім бухгалтерлер жаңағыдай сөйлесеміз, талқылаймыз, көп өзгерістер. Мен сол кезде айтқан едім, күндердің күнде осы декретке миллионмен деген тема тоқтайды. Ол мүмкін емес. Мемлекет білмейді емес, біледі. Ол егер шынымен сен кәсіппен айналысып жүрсең, шынымен сен бірнеше жұмысты істеп, расында декретке шықсаң, ол дұрыс та, заң жағынан да дұрыс. Және де заң бұзушылық жоқ та. Егер сен тек декрет алу үшін тіркелсең, күндердің күнде шығады деген ол рас. Ондай шектеу қазір қойылып тастады. Сондықтан қазір декретке миллионмен деген тема жабылды деп айтсақ болады, иә. Тексерістер өте күшейіп кеткен. Бұрындары тез декретті бере берсе, қазір 1 ай, 2 ай қарастырылады. Сен әйел, декретке шығып жатқан әйел полный документацияны береді. Расында ол жақта жұмыс жасады ма, неге кешігіп төледі. Бұрындары былай жасайтын. Әйел адам, қолыма ақша түсті, ал енді артқы өткен айларға құйып тастайын деп жаңағы. Мысалы, қазір бізде бұйырса маусым айы ғой. Өткен айларға жылдың басынан құятын. Қазір ондай болмайды. Уақытылы құйған, уақытылы аударымдар бар ғой өзінің. Әр айлықтан мемлекетке жаңағы бюджетке аударылатын өз аударымдар бар. Соларды уақытылы аудармаған әйелдерге декреттік төлемдер берілмейді. Егер сіз шынымен жұмыс істеп жатсаңыз, ол сіздің жұмыс берушіңіз ай сайын өзінің уақыты болады, бухгалтерлер болады, аударып отырады. Ай сайын аударылған кезде ғана сіз декреттік төлемді ала аласыз. Егер кешігіп төлеп, жинап 1 жылға бірақ құя салу, 3 айға бірақ құя салу, жарты жылға бірақ құя салу деген болмайды. Оның барлығы енді заң жағынан, мемлекет жағынан қадағаланып жатыр. Және де барлығына бірдей декреттік жаңағыдай төлемдер беріліп жатқан жоқ. Ал мысалы енді жеке кәсіп бастауға шешім қабылдаған аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең алдымен сіз немен айналысасыз, соны білу керек. Өйткені әр саланың өзінің спецификасы болады. Мысалы, мен бухгалтермын, мен өзім атыма, мен мысалы жеке кәсіп, жаңа консультациялар дедік қой, жеке консультация жүргізем, басқа да компанияларды обслуживаниеға алғым келеді. Мысалы, сондай жағдайда егер мен қызмет көрсетіп жатсам, мен барлығы білетін упрощенка деп айтамыз ғой, салықтың жеңілдетілген түрін қолдана алмаймын. Ол заң бойынша тыйым салынған. Салық кодекс бойынша тыйым салынған. Және де егер мен мысалы юрист болсам, басқа да жаңағыдай консалтинг саласында сондай қызмет көрсететін болсам, мен заңгер, юрист деп жатырмыз ғой, ол қызметтерге жеңілдетілген салық түрін қолдана алмаймын. Оған тыйым салынған. Яғни демек, сіз бірінші немен айналысасыз, соған қарауыңыз керек. Егер де сіз мысалы бір осындай помещение дейік, соны жалға беретін болсаңыз, сіз ол кезде қолдана аласыз салықтың жеңілдетілген түрін. Ол кез сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелсеңіз болады, тіркелмесеңіз де болады. Тіркелсеңіз қандай плюстар бар? Сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелесіз, сіздің жаңағы ай сайын бюджетке аударатын аударымдарыңыз бар. Болашақта декретке шығып жатсаңыз, әйел адам болсаңыз, декретке шыға аласыз, және де мысалы сізден осыны жалға алып жатқан басқа заңды тұлға болсын, басқа бір жеке тұлға болсын, ол сізден документ сұраса, сіз бере аласыз. Жаңағы акт выполненных работ деп айтамыз, счет фактура, оның барлығын заңды түрде бере аласыз.
Екінші түрі, жоқ мен жеке кәсіпкер болып тіркелмей жасасам ше десеңіз, онда сіз осы мысалы помещениені жалға беретін болсаңыз, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмейсіз, алайда 1 жыл бойы табыс таптыңыз осы жалға беруден, соның 10%-ын міндетті түрде ИПН деп айтамыз, подоходный налог, мемлекетке төлеуіңіз керек болады. Және өзінің формасы болады, тапсыратын өзінің декларацияның 270 форманы міндетті түрде тапсыру керек болады. Яғни 2 жыл бар ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелесіз және салық аударасыз, салық төлейсіз. Немесе сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей 1 жылдық табысыңыздан 10%-ын, мысалы 1 жылдық табысыңыз 1 миллионды құраса, онда 100 мың теңгені сіз бюджетке төлеу керек боласыз. Ал мысалы үйде отырып табыс табатын қыз-келіншектер болады ғой, оларға салық төлеу керек пе, маңызды ма, ол қалай? Мысалы үйде отырып сіз мысалы торт пісіріп, тәттілер пісіріп айналысасыз деп ойлайық. Енді мемлекетте қараңыз, ол жағында қадағалап жатыр ғой. 100 аударымнан көп түсіп жатса, сізге міндетті түрде хабарлама келеді. Сіз Каспийден болсын, басқа шоттарыңыз болса, өйткені қазір салық органдарында біздің барлық банктегі шоттарымызға доступ бар. Сіз мысалы 1 айда сіздің заказыңыз енді көбейетін шығар, сіз кәсіппен айналыса бастадыңыз, оборотыңыз көбейттіңіз, заказыңыз көбейіп жатыр, сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелмедіңіз, сізге әр заказыңызға түсіп жатыр аударымдар, 100-ден асты, 200-ден асты, бір күні сізге салық органынан хабарлама келеді. Мысалы, Лаура ханым, жаңағыдай осы аударымдарыңыздың дәлелдеңіз. Егер сіз жарайды, біреуін айтарсыз, туған күнге сыйлық, екіншісін айтарсыз, қарызымды қайтарды, үшіншісін айтарсыз, туған күнге жинады, тағы басқа, бірақ ол 100-інің бәрін дәлелдеу мүмкін емес қой. Егер ол салық органдары сіз жеке кәсіпкерлікке байланысты бір іс-әрекетпен, жұмыспен айналысып жатсаңыз, сізді жеке кәсіпкер ретінде тіркелуіңізді сұрайды. Немесе жаңағы мен айтқандай, табысыңыздан 10%-ын төлеуді міндеттісіз деп айтады. Сол үшін ол жағында жаңағы ойлайды ғой, бәрі мен тіркелмеймін, 10%-ын төлемеймін, мемлекетке төлемеймін, ешкімді білмейді деп ойлайды ғой. Бірақ енді бізде қазір қолма-қол ақша деген бәріміз одан уже былай қарасаңыз шығып кеттік бәріміз, қолма-қол ақшадан. Сол үшін барлығы аударымға жеңілдеп кеттік, бәріміз айтып жатырмын ғой, мен цифрлық даму біздің мемлекетте өте қарқынды дамып жатыр. Барлығы телефонымызда, барлығы картада. Сол үшін аударымдарыңыздың барлығы қазір түгел бақылауда. Енді күндердің күнінде ол міндетті түрде салық органынан ол хабарлама келеді. Өйткені мысалы мен тағы бір үлкен бір кәсіпкерлердің жіберетін бір қателігін айта кетейін. Көп кәсіпкерлер қазір енді кішкене тенденция азайды десем болады. Былтырлары 23-22 жылдары ИП-ні жалға беру деген болатын. Яғни мысалы мен сізге айтам, Лаура ханым, маған бір ИП керек болып жатыр. Менің атым ашуға болмайды. Менің атымда бар, немесе мен осындай жұмыста істеймін, маған болмайды. Сіздің атыңызға ашып берейік. Бірақ ол жұмысты мен өзім түгел жүргіземін. Сізге пайызын беріп отырамын деймін. Ол қуана келіседі. Алайда маған осы жылдың басында, былтыр күз айында, күз мезгілінде көп консультацияға келген адамдардың жан айқайы дейміз ба, зардап шегіп жатқандар өте көп. ИП-ні жалға берген, обороты 50 миллион. Оның салығы шығып тұр, менің есебім бойынша 1.570.000 дейікші. Пенясының өзі 300.000 шығып тұр, төлемеген. Бұл таңғалып тұр ғой, хабарлама жалға алған адамға келмейді, сізге келеді. Өйткені ИП сіздің атыңызда, сіздің иініңіз бойынша базада шығып тұр. Оборотыңыз Каспий-Пэй, қайдан білуге болады? Мен Каспий-Пэйдан ұрып жатырмын, отчетты 0-дан ұрып жатырмын, маған келмейді деп ойлайды. Каспий-Пэй сіздің әрбір мысалы төленген неңізге Каспий-Пэйдің өзінің ұстап отыратын услугасы бар ғой. Мысалы Каспий-Пэйді қарасақ, сізге 500.000, мына жақта комиссиясы мысалы бір 9.000 дейікші. Сол 9.000-ға Каспий не шығарады? Каспий магазин, Каспий-Пэй деп электронный счет фактура шығарады. Оны комитет госдоходов дейміз, кіріс жаңағы
барлық кірістеріңізді қайдан білуге болады? Каспи Пэй сізге шығарып жатыр ма? Сіздің енді былай зеркальный отчет жасайды олар. Егер Каспи Пэйдан мына жақтан сіздің иініңізға 50 миллионға счет фактура шығып тұр, сіздің отчетыңызда 0, болды, сізге уже хабарлама келеді. Сол үшін мемлекеттік кіріс органдары барлығына хабарлама жіберіп, былтыр, биыл жіберіп жатыр. Маған көп келген мен айтып жатырмын, жеке кәсіпкерлердің жанайқайы сол, қалай ол төлем деген еді ғой деймін. Мен айтам, міне ЭЦП-ңізбен кіріп отырмын, барлық отчеттар 0-мен. Ол маған комиссиясын беріп отырды ғой, налогын өзім төлеймін деген еді ғой деймін да. Ол кім сізге болады? Жай танысым. Ол договор бар ма? Жоқ. Жай ғана сөзбен келіскен болды. Сондай үлкен бір мәселелер болды деп айтайын. Ең бірінші қателік сол. Көп 10 адамның, мысалы айтайыншы, 8-інде сондай болды ғой. 10 келген жеке кәсіпкердің 2-і жарайды төлеп берді. Жалға алған кісілер 8-і жоқ, телефонды алмайды, немесе төлеп берем деген әлі күнге дейін бір жеке кәсіпкер бар. 1,5 миллион жаңа айтып жатқан, пенясы 300 мың емес, ол уже асып кетті. Күнде еткен өсе береді ғой, айыппұл деген пенясы. Сонымен ең бірінші қателік сол. Сіз мына жерде пайданы көрем деп ойлайсыз, сізді пайызымен қызықтырады. Мен әр пайдамнан саған беріп отырамын пайызын деп. Негізі, егер сіз өзіңіз отчетін тапсыра алмасаңыз, жаңағыдай салық органдарына өзінің уақытылы тапсырылып отыратын декларациялар болады. Оны тапсыра алмасаңыз, міндетті түрде білікті маман, бухгалтерлерге, осындай кеңесшілерге жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олар сіздерге айтып отырады, сіздің оборотыңыз осындай, көрсетпесеңіз болмайды деп. Өйткені салық кодексі бойынша бізде срок исковой давности деген болады. Яғни 3 жылда, ол салық жаңағы кодексі бойынша 3 жылдың ішінде сіз оборотыңыз бола тұра декларацияда 0 көрсетсеңіз, міндетті түрде 3 жылдың ішінде сізге салықтан хабарлама келеді. Ол мен өтіп кетемін ғой, кәсіпкерлер көп қой, заңды тұлғалар көп қой деген ешқашан осы уақытқа дейін өтпеген менің практикамда. Сіз 23 жыл оборотыңыз болып 0 көрсеттіңіз, 24 ешқандай хабарлама келген жоқ, 25 келген жоқ, 26-да міндетті түрде сізге хабарлама келеді. Және де төлеткізеді, оны төлемеу мүмкін емес. Өйткені барлығында выпискаңызды сұрайды, выпискаңызда тұр оборотыңыз. Бұл енді қалай айтсам болады, конституцияда да бар, барлық заңда да бар. Табыс таптыңыз ба, салық төлеңіз. Ол негізі жалпы барлық кәсіпкерлердің, заңды тұлғалардың міндетті емес қой. Табыс бар ма, салық төлеу. Мама тайм. Бақытты адам тең ақшасы көп адам деп те санамаймын. Я ақшаң көп болып да бақытты да болу керек. Бақытты бола аласың, бірақ тек ақшам көп болса, сонда ғана бақытты болам деген ондай қағида жоқ, ондай ешқандай ереже жоқ. Сен 100 мың тауып бақытты бола аласың, негізі. 500 мың тауып та бақытты бола аласың, 1 миллион долларды тауып та бақытты бола аласың. Бұл жерде адамның құндылығына байланысты шығар. Өмірде сені не қызықтырады, саған не маңызды. Өзім үшін, мысалы, маған отбасымның амандығы маңызды, отбасымдағы береке маңызды, ауызбіршілік, қарым-қатынас, анаммен, бауырларыммен, өзімнің жұртым, нағашы жұртым, қайын жұртым, олармен барлығымен қарым-қатынас маған өте маңызды. Сол әулетіміздің, отбасымыздың ұйытқысы дейгі, бір ауызбіршілігі, берекесі, солардың амандығы, әлемді көру, алға ұмтылу, сол туралы көп айттық қой бүгін, алға ұмтылу, өмірге деген қызығушылықты жоғалтпау, сосын балаша қарау, көп заттарға бір өз басым андай жеңіл қарауға тырысам, жаңа нәрсе үйрену, сол жаңағыдай қасиеттерді бойымда жоғалтпағаныма және жоғалтқым келмейді, әрекет жасап жатырмын, және де соны тілейтін шығармын. Көңіл жастығы деп айтады ғой, көңіл қартаймасын, көңілің жасарсын дегендей. Анам да сондай, мысалы 52-ге толды биыл, бірақ балаша қуанады, балаша жаңағыдай билейді, тойлайды, мысалы, бір айтамыз ғой, от души деп. Мен де сондай бір дүниеге қуансам, қызықсам, беріліп жандай. Ол шынай өзі келеді, ол негізі.
сен қуануым керек деп емес, а вот ішкі эмоцияң сыртқа шығады. Концертке барамын ба, мен айтып жатырмын ғой, белсенді көрермендердің бірі шығармын, иә, билеп, қол шапалақтап, жаңағыдай бірге өлең айтып дегендей айтып жатыр ғой. Енді өмір болғаннан кейін түрлі қиындықтар болады, иә, басымыздан өтіп жатамыз. Бірақ сол қиындықтармен келе біз өсеміз, тәжірибе жинаймыз. Неге болды екен, неге өмірім олай деп емес, бұл не үшін беріліп жатыр маған? Демек мен бұны көтере аламын. Демек мен өсуім керек, алға ұмтылуым керек, жақсыны көруім керек дегендей, жаңаны үйренуім керек деп. Сондай бір көзқараспен өмір сүріп келе жатырмыз. Маржан ханым, сіздің бүгінгі бізбен екеуміздің подкастымыз, жалпы сұхбатымыз деп айтайықшы, көп қызға бір андай керемет үлгі болайын деп тұр. Өйткені расында да ана ретінде де, әйел ретінде де, тіпті бизнесте жүрсе де, жұмыста қалай болу керегіне біраз үлгі болатындай керемет дүниелер айттыңыз. Сізге көп рахмет. Ал Маматайым подкастының тұрақты тыңдармандарына, көрермендеріне біздің подкастты қолдап, бөлісіп, өздеріңізде жаңағы құрбыларыңыз болсын, немесе аналар, әйелдер қауымына таратып, подкастты көп адам көруіне атсалысыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде тіркеліп кетеміз. Ендеше осымен бүгінгі подкаст аяқталды. Маржан ханым, көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Құшақтасып қояйық.